Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қыста рахаттанып, тамаққа қосып, қытырлатып жеп отыратын қиярдың рецебімен бөлісемін. Видеоны толық қараңыздар. Ең алдымен міндетті түрде банкаларымызды және крышкаларымызды осылай стерилдеп аламыз. Суға қайнатып алдым. Дайын болған банкаларымызды осылай бетін жауып, столдың үстіне қойып алдым. Және қажетті біз қосатын заттарымызды алдын ала жуып, барлығын дайындап қойдым. Қиярларымызды жасамас бұрын 2 сағат бұрын суға салып қойдым және бас жағы мен соңғы жағын керек емес жерлерін кесіп алып тастадым. Келесі кезекте таза стерилденген банкамыздың түбіне ең алдымен жапырақ саламыз, яғни хрен жапырағы, одан кейін укроптың осындай жапырақшалары, қалауыңызша чеснок, яғни сарымсақ және бұрыш мен жартылай ащы бұрыш және де тәтті бұрыш қостым, екіге бөліп. Енді осының үстіне дайын болған кесілген қиярларымызды тізіп орнатып шығамыз. Дәл осылай тәсілмен барлық банкаларымызды қайталап шығатын боламыз. Егер қиярларыңыздың мөлшері үлкендеу болып сыймай жатса, кесіп, яғни бөліп салуға да болады. Осылай дайындап барлығын тізіп алғаннан кейін, осы тұрған үстіне қайнақ су құямыз, яғни сақырылып тұрған қайнақ суды. Қайнақ суымызды осылай бір келкетіп, яғни бетінен аз-аз асырып құямыз да, бетін жауып бір жаққа қоя тұрамыз, яғни толық ішіндегі артық ауалары, газдары шыққанша бір 5 минут қоя тұрамыз. Қиярларымыз 5 минут тұрғаннан кейін осындай тесік крышканың көмегімен бірінші құйған қайнақ суымызды төгіп аламыз. Яғни бұл бізге қажет емес. Ең бірінші суын осылай барлығынан төгеміз. Қиярларымыздың бірінші суын төгіп тазартып алғаннан кейін біз қосатын қоспаларымызды дайындап аламыз. Алдын ала мен бұршақ салдым, яғни бұршақ перец, бұрыш, қара бұрыш, қатты дөңгелек және де лавр жапырағы, қалауыңызша 4-5 жапырақ, сосын тұз бен қант міндетті түрде қосылады. Егер 2 литрлік банка болса, 2 ас қасық тұз және де 1 ас қасық қант салдым. Егер сізде 3 литрлік банка болатын болса, 3 ас қасық тұз саласыз және де 2 ас қасық қант саласыз. 1 литрлікке сондай-ақ 1 ас қасық тұз салынады. Тұзды өте көп салып жүрмеңіз, ашты болып кетуі мүмкін. Және де осының үстіне міндетті түрде уксус құямыз, 1 ас қасық. Барлығын осылай дайындап алғаннан кейін қатты қайнап тұрған, сақырлап тұрған ыстық суымызды толтырып бетінен асырып құятын боламыз. Және осы сәттен кейін біз банкаларымызды жабуға кірісеміз. Осылай бетін жақсылап толтырып алғаннан кейін банкамыздың крышкаларын жауып, яғни банка жапқышпен, закрывашкамен жақсылап жабамыз. Дәл осылай барлық банкаларымызды жауып аламыз және жауып болғаннан кейін міндетті түрде жылы жерге орап төңкеріп қоямыз. Тек 24 сағат өткеннен кейін ғана орнына қоямыз. Ал қыздар, осымен біздің салатымыз дайын болды. Қыста рахаттанып жеп отырасыздар, ерінбей жасаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де менің каналымда бұдан да басқа көптеген рецепттер бар. Сол рецепттерді көріп жасасаңыздар да болады. Менің каналыма жазылып, подписаться батырманы басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.